мынау шешеңіздің айфонымыз селфишпен түсірсе пиздец болып тұрған машинасы. Не вариант? Тасқа қашап түсірсе де пиздец қонақ. Су кеп жатыр, құдай сақтасын, қатты кеп жатыр. Мөлтек. Будьте готовы, купите резиновые надувные лодки, соберите чемоданы, все документы, все соберите. Весна не за горами, как вы знаете, снегу в этом году много. Противопаводковые мероприятия нигде ничто не проводилось, вы это прекрасно знаете. Где дамбы, где что сделать, ничто не было сделано. Все дамбы дырявые, вы прекрасно это знаете. Никто эти дырки латать не будет. Как и наши дороги никто не делает, так и эти дырки на дамбах латать никто не будет. Это вы это прекрасно знаете. Будьте готовы. Предупреждение, Северный Казахстан. Адайлар. Дайндаландар. Весна скоро. Көктем келсе осы міне. Жазға еккен болады дейсің. Кәдімгі суға киетін аяқ киіммен жүрмейсің ғой мына. Қалай жүрмісің? Осындай іске кім жауапты екен, Не істейміз, Ағайын. Қалай істесек болады ма? Қалай жүреміз, Аяқта галюш. Көріпсің, аман өтіп бұрал. Айналан бәрі көл болып жатыр. Саламатсыздар ма? Мен ипотекада тұрамын. Мына екі көршімнің, мына ортадағы көршім, қапталым көршім, қасымдағы тағы қапталым екі үй ғой, соның қапталдағы үй. Соны екі үйдің ортасында судың бәрі маған келді. Осыған тағы да мынау бір емес, үшінші рет мына суға кетіп жатқанбыз. Біріншінде әкімшілік шама көмектесті. Рахмет, оған да енді тағы да міне болып отырмыз тағы. Қардың бәрін тазалағам. Ал енді қардың бәрі дым жоқ еді, тым жақсы. Мына даладағы, сырттағы суы маған қарай келді. Енді тазалап қойған қар мынау. Жүре алмаймыз.
Міне осыны аямызын басып кетіміз. Бұда сенсеңізсе. Міне көшіміздің суы міне, міне балдардың суы міне маңырай аққыз батыр міне. Оның суын бәрі маған келіп батыр. Мен сәт сапар жақта тұратыным. Ипотека үй берген, міне 5 үй. 5 үйдің міне қапталында су міне. Мына ортадағы судың бәрі міне. Ветер размоет, наверное. Через верх пошел. Час назад. Охренеть. Мына келген суды көрдіңіздер ма? Мына тоспа қазір сетінеп іріп тұр екен да? Ұзын ағашта тоспа осылай сетінеп тұр. Ал енді айтыңыздаршы, сіздердің қандай арыз талаптарыңыз бар? Арыз талап бұл тоспаның бәрін алып кету керек басқа жаққа. Басқа жаққа ма? Қалыпқа кетерге болмайтын değil ма? Астында апатты жағдайда үйлер тұр. Бұлар осы апатты жағдайда тоспаның астында жерді сатып жер болған елдер үй салған. Қазір сол үйлерді су басуға азғап тұр. Алдында бір рет тасып кетті. Жерде жобымен қанша халық тұрады? Қазір тура осының астында 200 метр. 200 семья тұрады, иә? Ал енді мынаның бәрі ұзын ағаштың кәріз сулары. Қазір мұнда су ағып тұрған жоқ, өйткені ана жақтан тоқтатып тастаған. Жоқ, ағады ол. Ол ар жағынан турбамен келіп аға береді, ол түнде жібереді. Үстінен қазір құйып тұр, ол толады. Бұл бар ғой. Қазір міне қар жауып, соңғы қар жауып тұр, қазір бәрі еріп жатыр. Міне, көріңіздер. Енді осы жерде халықтың талабы мынаны басқа жаққа көшірсе дейді. Енді бұнда қаражат бөлінген ба өкіметтен жалпы? Оны біз білмейміз. Қаражат дайын, аппараттың жеріміз жоқ. Былтыр әкімнің орынбасары бізге осы жерге жауап бергенде қаржы бар бөлінген деген. Бірақ нақтылы қанша қаржы бөлінгенін айтқан жоқ. Ол жағы жұмбақ, иә, сіздерге? 2025-те көшіріп бітіреміз деген. Мына жерде жалпы қанша жаңағындай су қоймасы бар, осылай тұрған кәріз қоймасы? 30 шақты бар. 30 шақты бар. 30 шақты бар, иә? Мұнда қазір міне су ағып тұрған жоқ, қараңыздар. Дұрыс қой? Жоқ, бұл ана жаққа ағып тұр ғой, бұл ана жаққа дейін барады ғой. Арғы жаққа дейін барады. Бәріне келмейді, бүгін анаған жібереді. Әне бүгінгі атылған жер сонда мына жер атылып тұр ғой, иә? Осы жер жарылып мынаған құйған, содан ол асқан су ана жерден барып ауылдың ішіне аралап кеткен. Ол тек үстінен асқаны, егер жарылса оны үйлерді алып кетеді. Жарылған жоқ. Ашин ас кеткен. Ашин асқан суға бір күн жүрді. Өртек туалып жатыр ғой. Страшно. Көл болып жатыр, көл. Балықтар бар оны. Кешке ухамане шашлықтен кейін. Бес болып жатыр.